Достар, бәріне сәлем. Қазір біз Дархан Чоздың 2 әнін гитарада ойнап үйренеміз. Бірінші үйренетін әніміз шекер. Аккордтары F, одан кейін E, сосын A, M, I, G. Мұна жақта біздер бұндай ойнаймыз. Төмен, төмен, сосын 3 жоғары. Одан кейін төмен, жоғары, төмен, жоғары. Так, төмен, төмен, жоғары, 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 төмен, жоғары, төмен, жоғары. Әнді айтқан кезде біздер бірінші F-ға 2 төмен жібереміз. Ал E аккордына қалғанын ойнаймыз. 3 жоғары. Тағы көрсейін. F, төмен, төмен, E. Одан кейін I аккордына барамыз. Төмен, төмен, сосын G аккордына қалғанын ойнаймыз. То есть I аккордына 2 төмен, ал G аккордына 3 жоғары қалған. I am так, G, так. Так, енді айтып бастайық. Қайғалтамда жоғалып кетсе де қоса, бағанағы шам қозан. Мен бәріне ризамын, бәріміз бағыммен айтып тағы не дейсің енді. Жүрек самғайық, көңіл күйіме осы өлелім лайық толғанайын. Қосы толқыныма қарап тұрма, мәменің отының сенің отына. Шекер, шекер, бір жағалауға мұн жағала. Құйшара, құйшара, шек, 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 шек. Міне осындай. Егер де бірінші әнді үйреніп болсан, келесі әнді бастайық. Келесі әннің аты Үйде. Бұл Дархан Чоздың ең хит әндерінің бірі, және де мен сүйікті әндерінің бірі. Оның аккордтары мынадай: G, одан кейін D аккорды, сосын E, M, там C. Бұл әнде бар аккорд жоқ. Қағысы жаңағы шекердегідей болады. Төмен, төмен, 3 жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Әрбір аккордқа қағысты бір-бірден ойнап шығамыз, толықтай. Мысалы, былай. G аккордына, потом D аккорды. Одан кейін E, M, потом C. Просто. Бастайық. Мамырдың айлы түні, кеудемесінде көк шөптен түтінді. Болу керек еді менімен бір күні болса, жүргенімде бір күлі. Күйдіріп алма қолымды, ыстық болады жүрек, ұмытпасаң жолымды. Айнала зұлымды, бірақ көрсетпе жүзіңді мұнда. Бөлікті бірдім, білімді мұнда сексен. Сөздеріме менің, мен сені алдамаймын. Бұл ғажайып әлемнің өлеңі тоқтамайды. Қара көздеріме қара, сөздерімді тыңдашы. Сенің жалғыз анашым, көріп сені толайды. Достар, бүгінгі разбор сендердің көңілдерінен шықты деп ойлаймын. Егер де ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетейік. Және де комментарийға келесі видеода қандай әнге разбор көргілерің келеді, соны жазып кетіңдер. Қай ән көп болады, қай әннің аты көп болады, комментарийде сол әнге разбор шығатын болады. Көріскенше.